Достар, қалайсыңдар, сендермен бірге мен Азик, достар. Что вы творите, достар, что вы творите? Ё-моё. Мен 200 подписчик дедім, а сіздер 250 жинап келген ғой маған. Базар жоқ, достар. Сіздерге адуша рахмет. Мен жаңа ғана көріп мынаған. Но, соңғы видеомды қарастырсыздар, сіздер мына видео вообще турнир новичков. И лайктың базар жоқ. Қазір көрейік. Так. Базар жоқ. Актив бешеный. Маған беші, мен көбірден келдім дейді. Кибродан келдім дейді. Ассаламу алейкум аға. Айди беші маған өзінен дейді. Айдиім керек па? Так, Қасылбек. Айбек па? Сондай. Базар жоқ. Мұнан қарасаңыздар, достар, қанша просмотр, қанша комментарий, или бір. Достар, кішкене лайкты да сондайға баспасаңыздар 100-ге дейін. Жарайды. И так сойдет десең, а достар, мені фофода көрсеңдер. Тура. Реклама шыға қалады ғой, шеш. Реклама шыға қалады ғой. Так, достар. Блин, тұршы мен екеуміз бітіп. Давай біттің ба? Все ма? Болғанда. Так. Қалайсыңдар, достар? Сендермен бірге мен Азик. Достар, білесіздер, көрдіңіздер және қаншама пат жинап берді. Пат дегеніміз подписчик дейді, достар. Комментарий, лайк, даже лайкты ұмытпаңыздар, достар. Сіздерге көп рахмет, достар. Мен бүгін негізі видео шығаратын план болған жоқ. Бірақ сіздер үшін, достар, мен шығардым, достар. Тағы да бір әдемі видео, достар. Егер видеоның атынан байқап көріп отсаңыздар, значит, бұл дәл солай болады, достар. Так, достар, менің айтайын дегенім, достар, егер бұл каналға келіп, бұл каналда мен жаңадан подписка жасап, бұл канал көріп отсаңыздар, рахмет. Ал кім подписка жасаған жоқ? Дәл қазір астына қызыл кнопканы парс еткізіп баса сал. Колокольчикті ұмытпа, менің әрбір видео сіздер үшін важный, менде өйткені. Достар, мен сіздер көп көттірмей қойдым. Енді көп көттіріп сіздерді мидарыңызды аштым. Достар, комментарияға түні бойы маған сообщение келді. Кейбірін лайк бастым, кейбірін баса алмай қалдым. Өйткені көп сообщение, мен жалғыз өзім үлгере алмадым. Ренжімеңіздер, достар, кім неткен жоқ. Рахмет, достар, көбіңіздер комментарияға жазып маған беш дейді аккаунтты. Сондықтан, достар, неге бермеске, достар, маған зачем аккаунт? Главное, сіздер алыңыздар, достар. Сондықтан мен, енді ойлаңыздар, менде қанша подписчик? 250 болды, 250. Енді бұл видео шыққанға дейін, Алла қаласа, 260-тай болатын шығар деп отырмын, достар. Мен бір күннің, 2 күннің ішінде жүріп, сонша подписчик жинадым, достар. Бұл дегеніміз менің еңбегімді бағалап атыр деген сөз, достар. Солай ойлаймын. Достар, бұл аккаунтты мен көріп, характеристикаларын көріп жеріңіздер. Бұл аккаунт біраз ойнадым, достар. Маған ұнады кәдімгідей. Бірақ мен кішкене осы аккаунтта біраз ойнағым келген. Бірақ сіздер үшін мен бұл аккаунтты беретін болдым. Өзімнің подписчиктеріме беретін болдым, достар. Бұл аккаунтты өзім подписчиктеріме беремін. Турнир болады. Сол турнирға қатысып осында жеңіп аласың. Главный приз, достар. Главный приз мына дерзкий аккаунт. Так, достар, енді мына же складқа кейіп мынаны шалбары кішкене ойшып отыр, шалбарын ауыстырып. Так, достар, қазір көреміз, шалбар қайда? Мен басқа нәрсеге. Чаш дерзкий. Чаш дерзкий. Так, бұнда вампир, одан кейбірінке шалбарлар. Так, мына шалбарын ойнамын, осылай ойнамын, жүре берейік. Так, лутбокс дейді, лутбокс келген болды. Открывать дедік, жарайды подписчиктерім жеңіп алса, хотя осылардан пайда жүрген шығар. Карта, мұнан қараңыздар, достар. Мынау деген кейбір адамдар дәлеп осындай ашқан жоқ, достар. Мұнда қаншамыз кетішіне купон бар алмазға. Так, достар, 5 камина бар ішінде. Карта мынандай асқан жоқ. Одеждалары осынша. Олдың одеждалары бір талай, бірақ қыздық өте көп, достар. Олдықлер өңкей олдырский дарындай кішкене. Бұрын ойнаған баланыкі қой. Так, достар, енді керек деп атсаңыздар, сіздерге берем осы аккаунтты.
менің де шарттарым бар. Тегін алмайсыздар балкон, сатпаймын, бірақ уайымдамаңыздар, сатпаймын. Ұтып аласыздар. Енді ұтып алған тегін деген сөз секілді ғой. Ол мынандай набор бар, навсегда достар айтпақшы. Так, в общем, достар, енді шығамыз достар. Оружиені қазір тренировкаға кірейік. Сол жерден өздеріңіз байқап көріңіздер, қандай оружие менде, қандай бар. Ал күте тұрыңыздар. Так, қалайсыздар достар? Иә, бірінші қару ол АК-дракон достар. АК-дракон көбінің арманы, көбі лидер нояқа қызығады. Енді көбі әртүрлі қызығады ғой достар. Енді АК-дракон шын навсегдаға бар, алдамаймын. Мына мен достар хет беріп керегі жоқ достар. Енді хет бере алсаңыздар береді. Бірақ зажимать еткенге бара просто кайф қой достар, зажимать еткен. Қараңыздар достар, мынандай расстояниеге и бам-бам болды достар. Жақын расстояние АК айта бітеді. Ал енді алыстан зажимать ете салсаңыздар, кәдімгідей бір талай қыпсын алып тұр, көріп 43 алып тұр достар. Мынандай көрейікші осылай. Көріп 40. В общем, сондай алады. Ал басқа аружалар қызығатындар. Бірінші аружадан бастай берейік ақыраққан. Так. Драваштан бастайық достар. Міне достар, дравашта ұзын дравашқа ғана скин бар. Кім ойнай алады? Міне мына скин бар. Ұзын дравашқа 4 скин бар ғой дейм осыны. Міне. Так достар, көрдіңіздер қандай әдемі скин достар. Просто бом. Иә достар, просто бом. Ұзын дравашқа міне мынандай скин бар достар. Так, ал ары қарай жалғастырамыз достар. Мында тағы Пупада М40 скин бар. М40 қайда? Пупаға басайық. М40 міне М40. Осыған басам. А мында еще мынаған скин бар достар. Мынаның скины прям маған дискин бар достар. Бәрін басына жабыстырдым. Көбінің басына жабыстырдым достар. Қараңыздар әдемі. Так, мына да мынандай скин достар. 2 скорострельность. Ой, 2 скорострельность достар. Просто бомба достар. Мынаның скоросын қарасаңыздар достар. Қалай жарайды достар, сары М40 емес, бірақ сонда да кейбіреулер даже М40-та скин жоқ. Мысал үшін менің өзімнің ойнап жүрген Клэр Айзекта М40 вообще скин жоқ, нулевой скин. Достар, көріңіздер ма? Ал мынау, енді мынаны көріңіздер қалай атады. Енді алыстағыларға жету мүмкін. Көріңіздер ма? Мынаны зажимать ете берсеңдер болады, және шыға аласыздар и бам зажимать. Так достар, ары қарай кеттік достарға тез видео ұзақ болып кетіп жүрмесін тағы да. Так, енді автоматқа ауыса берейік. Мына жерде басқаларында скин кейбірінде қарап қойдым. Бірде еске оружие достар. АВЕ Коряк 2 снайперский оружие достар. Ал кім АВЕ-мен ойналады? Мынандай АВЕ-мен кімде бар? Осындай АВЕ. Достар, кімде бар деп ойлайсыздар? Білмедім olsun, бірақ АВЕ. Ё-майо, басына бергенін көріңіздер ме достар, қараңыздар, қанша қайт алады? 1100 достар. Корякта тоже дерзкий. Анау да дерзкий. Бірақ енді достар, мен АВЕ-мен оны четко ойнай алмаймын. Коряк АВЕ, мынандай АВЕ достар, атын, архив, бірдеңке. Ал коряк двойной урон достар. Двойной урон ғой демейді, двойной скоростельность ба, бірдеңке өшім. Так, ары қарай жалғастырамыз достар. Кімде жоқ, алып алыңыздар. Так, мына жаға бар скин, мынаған бар достар, мынаған бар достар. Не, да-да-да-да-да, енді ана жақтан ата берейші осылай. Не, достар, осылай. Так, тағы қандай ар жаға скин бар, деп ойлайсыздар. Так, МК-ға бар, мынаған бар. Достар, не, қазір МК-ны көрсетейін. Так, мынандай МК бар, қандай екі урон ғой. Және мынандай дерзкий скин бар, пулеметка. Кім пулеметпен ойнай алады? Кім чеген штат сүргісі келеді, осындай зажимать ете беретін пулемет. Шығарып алыстар да қарыңыздан не зажимать ете бересіздер. Так, тағы бір скинді көрсетіп жіберейік. Қазір ол көп адамда бар. Бар деп ойлағаны қалай бар деп айтамын. Мына оружие өзім ұнайды. Қараңыздар достар. Достар, қараңыздар. ХМ8 мынандай оружие. ХМ8 енді мына мен алып просто қадай бересіздер болады. Көріңіздер достар. Ол өзі-ақ зажимать ете берсеңіздер де достар хет кетеді бұған. Қатты ондай бір нететін ештеңе жоқ достар. Так, ал міне осы бүкіл почти бәрі оружиені көрсеттім деп ойлаймын енді. Қалған оружиелар өздеріңіз жеңіп алғанда аласыздар. СКС бар, так,
андай достар енді кішкене грипп алайды да болады, грипп алайды дағанда достар кішкене дуы тиіп тұр, мұрнын кішкене бітіп қайталайды. Егер дауысым өзгеріп жататындар ренжімеңіздер. Так енді айтпақшы сумкасы көрсетіп берейін. Қазір менде андай сумка, не осындай сумка. Дракон деген сумка, мен легендарный деймін, одан общем. Мен ондай нәрсе көп қылпаймын достар. Ондай нәрсе көп қылпаймын. Так. Енді бәрін көрсеттім деген ойдамын. Қазір акадраконды алайық мынаны. Енді легендарный скинмен алайық достар. Не алайық. Так, бәрі скинді көрсеттім, бір картка ойнап жіберейік. Ештеңесін алған жоқпын, ұрқайық, кетіп берді. Қасқа тұрады ар жол олайын. Қыздарды түсінбейсің. Просто зажимай, и все. Бәлейін, мыналар мені бір орынға тығылып қысып алыр ғой. Оңбаған екен ше. Так, достар, мына қым сегізін көйші, мен қым сегізін. Не, мен настройка дұрыс емес қой достар. Ей! АВМ-ді ақамы? Бара. Алып қосасыңдар. Сосын тарарарарар зажимай тейсіңдер. Тарарарарар деп екеуін өлтіріп тейсіңдер. Достар, енді видео ұзаққа кетіп отыр, что-то 10 минутқа дейін. Қасқа! Көз көрмеймін мұнан. Қасқа. Ауф, тормани пацанов. Бля, атып алайыншы, тұра тұш атпай. Ешек бас. Мыналар ұрын өтпей қалған ба? Вообще дерке. Ұрын өтпей ма? Бәсе. Өлмей атыр ол. Бір önde тұршы. Так. Ақаға шегенімде. Ебой. Ладно, достар. Видеоға оралымыз ғой деймін қазір. Тұратыңыздар шығайық. Енді бәрін көрсеттім, рукоятка ештеңе жоқ, сондықтан хит кетпей жатыр, достар. Ал қалайсыздар достар, мен ойымға оралдым. Ал достар, егер 10 минут, осы уақытқа 10 минуттарыңыз бөліп, осы уақытқа мені көрсеңіздер, сіздер добились своего цели десеңдер. Иә достар, сіздер өздеріңіз 10 минуттарыңыз қиып, бұл минутты қанша болатынын білмеймін, минуттың қазір көреміз. Достар, осы уақытқа мені көргендеріңіз үшін рахмет. Ал енді турнир қалай болатынын айтып жіберейін. Турнир қалай болатын достар? 20 бүгін нешесі примерно? Бүгін примерно нешесі? 19 достар. 19 болса, бүгін примерно 21 дейік па, 20 қалай болады? Ойланып. Так, ладно жарайды. 20 күні сағат кешкі 7-де достар. 20 күні сағат кешкі 7-де турнир болады достар. Мен комната жинап, біздің елдегі балалар комнатасын жинадық қойдым. Персонажды қарай берейік, мен сөйлеп отырамын. Так, достар, 20 күні персонажды бар. Бірақ персонаж деген нәрсе, достар, сіздерге Аоки, Тимур, солармен ойнайды көбі. Мен мынау, осылармен ғана ойнайды, достар. Шынағы көтерілген, төрт жүрген. Ладно, қыздың персонажы мынау таңдады қойдым. Иә, достар, мен не қыздың персонажы. Қалай сіздерге қыз. Егер менің подписчиктер қыздар болса, бар деп жазып кетіңіздер. Қыздар бар болса, мен қуанып қалар едім. Так, в общем, қыздар қызға текпен жараспайтын негізі бар ғой. Хотя былай тұрсыңдар. Так, в общем, қыздардың персонажын көрейік. Так, достар, турнирға қатысатын балалар. Кім қатысқысы келеді? Для интереса. Или жай ғана айтсам болады қалай? Для интереса или мынандай. Мына күшті екен. Қалай айтсам болады? Турнирға қатысатын балалар. Ключевой слово қазір айтамын. Ключевой слово қатысам деген сөзді, қатысам деген сөз болмай қойса, орнына басқанда күшті сөз болсын, қандай сөз болады? Жарайды. Мынандай сөз болсын, ассалаумағалейкум деген сөз болсын. Ассалаумағалейкум дейсіздер да, и мен қатысам деп айдияларыңыз астына жазыңыздар. Мен қатысам, достар. Біз 3 комната ашамыз, достар. 3 комнатада мықтылары ғана жеңеді, достар. Бүгін кешке тағы видео шығып, адмирал екеуміз SMS шығамыз. Осы аккаунтпен бір соңғы ойын болады шығар, наверное.
өстіп 21 күні шығады. 21 күні сол кәдімгідей турнир сағат 7-де бәріңізді комнатаға шақырамын, айдиларыңызды жазып. Содан комнатада жете отырсаңыздар болды. И бәрі қатысып, жеңген алғашқы 10 адам, мен өздерінің вокаларын алып, бәрімен сөйлесіп шығамын, обязательно. Содан кейін екінші комната ашамын. Екінші комнатада тағы да жеңген 10 адам қатыспайды, олар жеңбей күн тұра. Екінші комнатада тағы полуфинал секілді, тағы да 48 подписчик қалады, өйткені менде 200 подписчик слишком көп, комнатаға сыймайды. Содан кейін тағы да одан бүкіл 10 адам жеңген оларды қалдырамын. И ұққан шығарсыздар, соңында тағы 10 адам қалады. И одан кейін мен комната ашып, сол бүкіл жеңімпаз 10 олдвы игроктарды шақырып, ойынға кіргізіп, жеңген адам мынаны алатын болады. Достар, бұл турнир көпке дейін созылады, сондықтан егер күте алмасаңыздар, ренжімеңіз достар, басқа амал жоқ. Енді былай дырылдату арқылы деп ойлағам комментарийға, бірақ олай істейтін болсам, достар, кейбіреулер нечестно деп айтады. Ол везунчествоға байланысты ғой, достар. Сондықтан өздеріңіз скиллдарыңызға қарсы ойнаңыздар. Соны страшно екен, ұнаймын, ұнамайды маған. Жарайды. Енді осылай видеоның соңы, кешке тағы да видеолар шығып қалуы мүмкін. Адмиралға қарсы, адмирал деген ютубер бар, сонымен көріңіздер. Так, кешке тағы видео шығады. Так, не айтам тағы да. Видеоны қарағандар үшін рахмет. Комментарий жазып, достар, лайкты да ұмытпаңыздар. Комментарий секілді лайкты да қойып кетіңіздер. Лайкты басып кетіңіздер. Достарыңызға айтыңыздар, мені 300 басқа жеткізіп тұрыңыздар. Ал мен сіздерді күттірмей, турнирді тез бастай беремін. 21 күні сіздерді, 20 күні сіздерді күтетін болады. 20 күні сағат кешкі 7-де турнир болады. 48 бала қатысады. Алғашқы 10 жеңімпазға полуфинал өтетін болды. Сондықтан сіздермен болған мен Азик, көп сөйлемей, давайте.